Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi karim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Allah Tağala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bizge былай дейді. Ва адамдар, сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Сонда тақуалыққа жеткен боласыңдар, деп Алла Тағала бізге айтады. Алла Тағала біздерді жоқтан бар етіп, осы дүниеге әкеліп жаратты. Бізге сансыз көптеген нығметтер берді. Алла Тағала біздерді қалай жоқтан бар етіп жаратқан болса, бізге дейінде болған қаншама адамдар мен жындарды, қаншама осы жаратылысты Алла Тағала жоқтан бар етіп жаратқан. Алла Тағала Құран Кәрімде басқа аятта не дейді? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Адам мен жындарды жараттым, тек маған ғана құлшылық ғибадат жасаулары үшін, деп Алла Тағала айтады. Және осы аятта Алла Тағаланың айтуы бізді және бізге дейінгі адамдардың барлығын Алла Тағала қалай жаратқан болса, сол Раббымызға барлығымыз соншалықты, сол деңгейде, сол дәрежеде құлшылық ғибадат жасауымыз керек. Сонда ғана біз тақуалыққа жетеміз, сонда ғана біз тақуалардан бола аламыз. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде, сахих хадисте келеді, Алланың құлдарын алдындағы және құлының Алланың алдындағы орындайтын хақысы бар екен. Ең әуелі құлдың, момын мұсылманның Алла алдындағы орындайтын хақысы, ол жалғыз Алла Тағалаға құлшылық ғибадат ете отырып, оған ешкімді серік қоспау. Ал енді Алла Тағаланың адам баласын, момын мұсылманның алдындағы хақысы, ол оны кешіру және азаптамау деп келеді. Сондықтан құрметті жамағат, Алла Тағалаға баршамыз құлшылық ғибадат етушілерден болуымыз керек. Және Алла Тағаланың мархаметіне талпынуымыз қажет. Қаншалықты біз тақуа болсақ, қаншалықты Аллаға ғибадат етсек, соншалықты Алла Тағаланың ризалығына жетеміз. Алла Тағала бізді кешіреді және азаптамайды. Алла Тағала соған баршамызды жеткізсін. Ва ахири дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.